мен сіздермен құрметті әріптестер, менің аты жөнім Данагүл Болатқызы. Мен 2023 жылғы 1 қыркүйек айынан бастап Мұзафар Әліпбаев атындағы жалпы орта білім беру мектебінде ағылшын тілі пәні мұғалімі болып жұмыс атқара бастадым. Ал енді менің жас маман ретінде бірінші жарты жылда жүргізілген жұмыс мектебімен таныстырып өткім келеді. Өз білімімді жеткізу жоспарына жататын тақырыбын ойын технологияларын қолдану арқылы шетел тілі сабақтарында оқушылардың лексикалық қорын қалыптастыру. Оның мақсаты әр оқушының жеке ерекшелігіне қарай білім беруде өзін-өзі дамыту процесіндегі интеллектуалдық шығармашылық белсенділігін, болашағына дұрыс тағдау жасау алатын қабілеттерін жетілдіру болып табылады. Енді міндеттерінің бірі бұл оқушының танымдық қажеттілігін дамыту, өз бетінше зерттеу жүргізуге жағдай жасау, өз бетінше әрекет етуге үйрету, оқушының үстінсіне көңіл аудару болып табылады. Енді бұл кестеге қарай отырып, өз білімін жетілдіру жоспары туралы кішкене атап өткім келеді. Оған диагностикалық, яғни мәселе бойынша әдебиеттермен, материалдармен танысу болып табылады. Болжау, яғни әртүрлі тренингтерге қатысу, семинарларға қатысу, практикалық жағынан жұмыс тәжірибесін енгізу, әдістемелік пакет жинақтау, түзету, бағыттау қызметі болып табылады. Аналитикалық енгізу сияқты қорытынды жасау, қорытынды жұмысын рәсімдеу, жұмыс тәжірибесін тарату. Келесі бұл ұйымдастыру кезеңі, мектеп ұйымы және оның ішкі тәртіптерімен танысу, нормативті құқықтық құжаттармен таныстыру, оқу тәрбие үдерісіне бейімдеу, мектеп құжаттарын рәсімдеу талаптарымен танысып шығу болып табылады. Бұл құжаттармен танысу кезеңі оқу жоспары құжаттары, яғни КМЖ, КТЖ жасау, жаңартылған білім беру бойынша әдістер мен бағалау критерийлерін меңгеру, қашықтықтан оқыту әдістері және талаптармен танысу болып табылды. Әдістемелік тақырып таңдау. Бұл жерде яғни мен өзімнің наставнигіммен көп жұмыс жасадым. Келесі бұл мектептің қоғамдық өміріне қатысуынан көрініс. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай мен семинарларға қатыстым, өзім тренингтерге өткіздім, және тағы сондай сияқты. Бұл слайдтан менің оқушыларымның мектеп өміріне белсене қатысуы. Яғни мектеп ішінде болған әртүрлі іс-шараларға қатысты, және мектептен тыс іс-шараларға да белсене қатысты. Бұл слайдта көріп тұрғандай мектептен тыс іс-шаралар өткізілді, яғни менің оқушыларымның әртүрлі қызығушылықтарына байланысты мен оларға көмек көрсеттім және де қолдау көрсетуге де тырыстым. Және де қалалық жас мамандарға арналған семинарларға қатысуға тырыстық. Суретке көріп тұрғанымыздай әртүрлі тренингтер болды, көптеген материалдар және бірге қызықты семинар тренингтерге қатыса отырып, мен өзімнің білім деңгейімді және өз мамандығыма, тіл байлығымды жаңартуға және де одан әрі оны қолдануға көптеген қызықты материалдарды өзіме алдым.